Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli bavurlar. Bugün mad harflerine geldik, yani sozu. Mad harfleri olar şu: alif, vav, ya. Sonun bizler şuunda ötemiz inşallah. Alif. Alif, yani alif ben sozulатын mad. Eğer alif harfi sukundu bolup aldındağı harf fathalı bolsa, misalga mineke qof, qof. Yani aliftir. Qof fathalı. Алдыңғы әріп фатхалы болса, онда алиф, қофтан кейінне қызылмен белгілеп қойған алиф мәт әріпі болып саналады. Және фатхаға сәйкес а 2а мөлшерінде созылады. Қала, қала. Түсінікті? Енді мына астында біздерге берілген тапсырма сома, яғни сотты келіп тұр, үстіндегі фатханы созады, сотты созады. Yani qay әріптен кейін келеді, сол әріпті созады. Сома, мән сома, екі әріп көлемінде. Рамадана, ихдина, ихдина, табарака, табарака, акабира, акабира, масакина, масаjidu, inna nahnu, إنا نحن نزلنا أرسلنا كرمنا إننا إننا أوحينا سبحانك وتبارك فلما سمعنا وأطعنا ربنا كتبناها لا تخاف خافضات حافظات قانتات بغلام بلدمت بغلام بدخان مطاع متاع. Бұл алифпен созылуы. Біздер бұны қайдан біліп, және бір лайфхак, оның алиф екенін қайдан білеміз? Ол алиф, вау, яй әріптерінің үстінде хараки келмесе, бұлар мәд болып саналады. Келесі яй әріпі. Бұл кәсіраны созады. Яғни қай әріптің астында, мысалы қофтың астында кәсіра келіп тұр, сол қофты иғылып екі иге созады. Мысалы қила. Келіп тапсырмалар орындайық. Иза қила. Бұнда ұмытпаймыз. Изадан кейінгі тұрған бұл мәд, алифпен. Иза қила алимун фи әмрина фи содрина ғафилина. Екі мәд бар. Біреуі алифпен, екіншісі яймен. Ғафилина, залимина, абидина, халидина, мустақим, мустақима, насина, насина, иннасина, насибана, نصيبنا أبابيل مصلين مبشرين من سجيل ترميهم أيديهم يهديكم من أخيه قومي بلدمت قومي وجعلني يصطفي نبتغي وكثيرا وقليلا لقدير لحديث بقريب بدنين لشديد ونخيل صديقكم خطيئتي معرضين لجميع.
Келесі ваумен. Мәт әріптері үшеу дедік, соның үшіншісі вау. Бұл дамманы созады. Қай әріптің үстіне дамма келсе, соған екі у жалғап оқимыз. Мысалға, нун әріптің үстіне дамма келіп тұр, ну болады, және мәт келсе, нухун болады. Екі әріпке созамыз. Мысалға, мына жерде ядхулуна, ядхулуна, та'будуна, абидуна, абидуна, тадрусуна, تدرسون ساهون يمنعون ماعون ماعون قيوم قيوم. Негізі қойюмун деп тұр, мен әдейі тоқтағасын осылай оқып жатырмын. Мағдубин, мағдубин, юнфиқуна, юқинуна, مفلحون لما تقولون يكودمت لما تقولون وإذا لقوا تتقون من جوع ما يخدعون ما يخدعون ما يخدعون مجتمعون مجتمعون لمردودون لمردودون وتذرون فأتبعوهم فأتبعوهم قتلتموهم لا يتمتعون لا يتمتعون سيغلبون سيغلبون يسألونك يستأذنونك يستأذنونك وشدد تقتضى يستأذنونك üstünde sukun gelse يسمعونك يسمعونك تستطيعون تستطيعون. Мына жерде ескертіп алып кетеді осыны. Кейбір Құран баспаларында мәт әріпінің үстінде шеңбер, мынаны айтып отырмын, естәзинунака дегенде сукун келсе, шеңбер қойылса, яғни осындай сукун, бұндай жағдайда мәт жасалмайды, яғни созбайсың. Есті деп созылмайды, естәзинунака. Мына жерде мысал келтірген, әні деп тоқтайсың. Ула, мына жерде у деп созбайсың, әні деп созбайсың, әні улаика болады. Улаика. Allah Teala ilimlerimizi arttırsın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.